Біреу айтады, мінезімді қалай жөндеймін дейді. Ол оңай ғой негізі. Пайғамбардың өмір баянын оқисың, мінезің автоматты түрде жөнделеді бүйтіп. Адам не нәрсе оқиды, соған қарай не істей береді екен ғой, өзгере береді екен ғой. Не нәрсе тыңдайды, соған қарай өзгере бересің да. Ана бір уағыздарда айтылатын еді, мысалы қараңыздар, ана музыка тыңдайтын адамдар, ана рэпті тыңдайтын адамдар постоянно былай өзі бүйтіп кепкасын қисайтып киіп алған, бір өз бандит сезініп басқаша деп сөйтіп жүреді өзі. Біз қиялда өз басқаша бір әлемде махаббат жайында өлең тыңдап жүрген адамдар өзгеше, қолына роза ұстап алған, постоянно бабочкасын киіп алған, неше түрлі предложение жасап, сондай өлең шығарып, армандайды, қиялдайды. Әр адам не нәрсені естиді, не нәрсені оқиды, сол форматта қиялдайды өзі. Түсіндіңіздер ғой? Ал енді сен ойлаңызшы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірін, пайғамбарымыздың өмірін оқысаң, неужели саған пайғамбарымыздың мінезі жұқпайды? Неужели сен пайғамбардың айтып отқан сөздері сенің бойыңнан табылмайды? Сен автоматты түрде өзіңнің бойыңнан істеген байқамай қаласың. Ұстаз, мінезімді қалай жөндеймін? Оқы бірдеңе. Істе, бірдеңе баста. Болды.